Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі сұраулы шылауларды өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ки, французша ки, кім деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ки сұраулы шылауы ки деп оқылады, кім деп аударылады. Бастауышқа сұрақ қойған кезде қолданамыз. Ки ли сөз журнал. Бұл газетаны кім оқып жатыр? Немесе ки эски ли сөз журнал. Бұл газетаны кім оқып жатыр? Екеуінде де мағынасы өзгермейді. Тек біріншісінде сұрақ қойған кезде интонация арқылы, ал екіншісінде эске обороты арқылы сұрақ қойылған. Ки кімді дегенде мағынаны білдіреді, ол толықтауышқа сұрақ қойған кезде қолданамыз. Ки шерш-тю, сен кімді іздеп жүрсің? Бұл жердегі қараңыздар, негізгі есімдік бар, ол бізде тю есімдігі, сен деген. Ал ки деп бұл жерде кімді, сен кімді іздеп жүрсің? Түсінікті болған шығар, бізде ки сөзі толықтауыш болып тұр мына жерде. Немесе эске арқылы сұрақ қойғымыз келсе, ки эске тю шерш. Шлау плюс ки кім туралы немесе кіммен деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, кез келген шлаудың орында а шлауы немесе ді шлауы болуы мүмкін. Например, à qui penses-tu? Немесе à qui est-ce que tu penses? Сен кім жайлы ойлап жатырсың деген сұрақ бұл жерде. Одан кейін avec деген шлау бар, кіммен. Avec плюс ки кіммен деп аударылады. Avec qui partez-vous? Сіз кіммен бірге бара жатырсыз? Ары қарай кө сұраулы шлауы не деген, не деп аударылады. Қазақ тіліне бастауышқа сұрақ қойған кезде қолданылады. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Бұл жерде қараңыздаршы, кө шлауының, яғни ö әрпі түсіп қалған, оның орнына жоғарыдан бетіп түсірілген сызықша апостроф қойылған. Себебі келесі сөзіміз бұл бізде дауысты әріптен басталғандықтан. Бізді не күтіп тұр деген сөз бұл жерде. Кө не деген мағынаны білдіреді, толықтауышқа сұрақ қойған кезде қолданылады. Que cherches-tu? Сен не іздеп жатырсың? Немесе qu'est-ce que tu cherches? Екеуі де дұрыс варианты. Que cherches-tu деп қойсақ болады сұрақты, немесе qu'est-ce que tu cherches? Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Бүгін сіздермен француз тіліндегі сұраулы шылаулар, соның ішінде ки және кө сұраулы шылауларын өттік. Назарларыңызға көп рахмет. Қойып жатқан лайктарыңыз бен жазып жатқан пікірлеріңіз үшін де алғысымды білдіремін, себебі оның барлығы мен үшін маңызды. Сау болыңыздар.